ислам жолымен өмір сүргіңіз келсе. Алла адамзаттың тура жолдан адаспауы үшін пайғамбарымызды жіберіп, оларға ислам үйретті және сан жүз мың әулиелерін жіберіп, исламды қуаттады. Қазіргілер ислам жолымен өмір сүруді білмес, олар ислам тек намаз оқу, ораза ұстау, қажылыққа бару, зекет беру деп ойлайды. Бірақ ислам дегеніміз бүкіл өміріңіз, ол туылғаннан бастап қара жерге кіргенге дейінгі бүкіл өмірді қалай өткізу керектігін көрсететін аса киелі заң. Исламда айтылмай қалған тақырып жоқ, барлығы айтылған. Кім исламмен жүре алса, оның өмірі жайлы өтетін болады. Бірақ исламды өзіңізге сүйеніп, ұстана алмайсыз. Ислам жолымен өмір сүру үшін мына үш нәрсе керек. Бірінші, шариғат тарихатты бірге алып жүріңіз. Бірін тастасаңыз, ұстаным, көзқарас, әдептен көп мәселе шығып, сеніміңіз қыңыр болар. Екінші, нағыз әулиеден пір тұтыңыз. Себебі исламда пірі жоқтың пірі шайтан, пірі жоқ кісі 3 күндік жолды 300 жыл жүрер делінеді. Демек пірсіз адам өзінің таяз ойына ілесіп, лақ кетеді, шайтанға жем болады. Ал пірі болса, ол адаспайды. Әулие пірлер ислам жолында жүрудің тірі үлгісі, пайғамбарымыздың мұрагерлері. Ал әулиеге еруші мүрит өз ойын пір сөзінен жоғары қоймауы керек. Сонда пірге еруден пайда бар. Әйтпесе пірге 40 жыл ерсеңіз де руханиятыңызда өсу болмас. Үшінші, жақсы имани орта керек. Ортаңыз Алла жолындағы мүминдерден болса, иманыңызға, отбасыңызға оң әсер етеді. Себебі адамның бұзылуы я жақсы болуы достан да болады. Демек айналаңыздағы орта маңызды, ол адамға тікелей әсер етеді.